Süleyменнің сайтандарды матау хикаясы. Бірде Süleyмен пайғамбар Аллаға арыз қылды. Ва Аллах, 18 мың ғаламның билігін бердің. Енді маған сайтандардың билігін бер. Барлығын баулап қамап тастаймын дейді. Ұлық Алла. Süleyмен, олай болмайды. Тіршілікте мән кетеді деп жауап берді. Süleyмен түсінбей дал болды. Аллаға билігін берші маған, қамап тастайын деп сұрап қоймады. Алла оның тілегін берді. Süleyмен сайтандарды түгел ұстады да, аяқ қолдарын байлап қамап тастады. Өз ісіне риза болып көңілі марқайды. Бір кезде қарны ашып, қызметшісін шақырды. Ешкім келмеді. Күзетшіге айқайлап, кім бар деді. Жауап қатқан жан болмады. Іздеп шықса, сарайда өзінен басқа жан баласы қалмапты. Әр айғайлап, бер айғайлап сыртқа шығады. Көшеде де тірі жан жоқ. Ақыры қарны ашып базарға барды. Барса, қайнаған халық тағы жоқ. Қымбат тауарлар иесіз жатыр. Бір кезде мешіттен азанның дауысы естіледі. Жүгіріп барса, барлық адам мешітке сыймай жатыр. Жартысы сыртында отыр. Ауыздарында кәлима, қолдарында тәсбih. Süleyмен таң қалып, ва Алла, мына адамдарға не болған деп сұрады. Сонда Алла тағала, Süleyмен, сен сайтандарды бұғаулап тастадың. Олар болмаған соң, жұрт маған қарай бет қойды. Сайтанды бұғаулау менің қолымнан келмейді дейсің бе? Құлдарым сайтанмен күреспесе, олардың дәрежесін қалай анықтаймын? Адамның тіршілігі сайтанмен тіресіп іс қылғанда мәнді болады деді. Süleyмен Алладан кешірім сұрап, сайтандарды босатып жіберіпті.